Филипп Ридзер және оның заманы. Колледж студенттеріне тарихи өлкетану мұражайы мен достық үйінің мамандары тарих сағатын өткізді. Ридзерлік тарихи өлкетану мұражайының мамандары Филипп Ридзер және оның заманы тақырыбына тарих сағатын өткізді. Шара мәдениет сарайында өтті. Онда қала жастарын, колледж студенттерін шақырды. Кездесу қатысушылары 18 ғасыр заманына үңілді. Ол кезде тау офицері Филипп Ридзердің геологиялық партиясы кен іздестіріліп, Ульбы өзенін зерттеген. Какую профессию его родители ему придумали? Оның ата-анасы қандай мамандық ойлап тапқан? 18 ғасырда да, 21 ғасырда да қажет мамандықты, кен танушы кәсібін ойлап тапқан. Қайда баратынымды білмеймін, не табатынымды білмеймін деп шегінбейтін, тайынбайтын адам. Бірақ табу керек. Жыртқыш аңнан, кенеден, тау өзенінен қорықпа. Саған мақсат қойылды. Біздің қаланың тұрғыны, азаматы Михаил Немцев, оның қайда оқығанын, отбасын, Ридзер деген тегі қайдан шыққанын, қайда жерленгенін, өз есімімен қала атану үшін не істегенін білуге 5 жылын кетірген екен. Тыңдаушылар сол заманның геологиялық тарихи фактілері және аумақтардың зерттеушілерінің, тұңғыш табушыларының ерліктері туралы білді. 1786 жылғы дала күнделігінің жазбаларымен танысты. Оны өмірін тау ісіне арнаған біздің қаланың негізін қалаушымыз жүргізген. Мы с вами гордимся. Осы күнге дейін қаламыздағы өндірісті, кеніштерді және сол кеніштерде жұмыс істейтін адамдарды мақтан етеміз. Ал сіздерді кездейсоқ шақырып жатқан жоқпыз. Өйткені сіздер біздің Казцинк жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің болашақ мамандарысыздар. Колледж бітірген соң барлығың сонда жұмыс істеуге барасыңдар. Филипп Ридзер бастаған істі жалғастырасыздар. Ізбасарлар өз кәсіптерін де, өз қаламыздың атауын да мақтанышпен алып жүру керексіздер. Филипп Ридзер ашқан жерде қала бой көтерді, ол оның есімін алды және Ридзер деп аталады. Туған өлке тарихы туралы дәріс жас ұрпақты бей жай қалдырмады.